Жұмыртқаның ағын және сарысын бөліп аламыз. Дайын массамызға ақуызды жақсылап араластырамыз. Алдын ала ашылған қамырымызды 4 бөлікке бөліп, домалақтаймыз. Қамырымызды домалақ етіп жайып, ортасына салмамыздың тең жартысын саламыз. Және видеодағыдай дәл осылай етіп түйіңіз. Диаметрі 30 см болатындай етіп жайыңыз. Жайылған қамырымыздың қалыңдығы 1 см болғаны абзал, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Енді противеньге салып, салманың жартысын саламыз. Сары уызымызды жан-жағына жақсылап жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста және жарты сағатта пісіреміз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды және де мотивация. Міне біздің хачапурimiz дайын, иісі өте керемет. Енді кесіп дәмін көреміз. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер.